халық арасында тоқ спортшы нәтиже көрсете алмайды деген сондай көпшілік арасында пікір бар, иә? Сіздер сонымен келісесіздер ма, немесе спортшы ретінде өздеріңіз көзқарастарыңыз қандай? Негізі қате ғой. Киіміңді беріп жатыр, тамағыңды беріп жатыр, жарысыңа жіберіп жатыр, Қазақстанның бәрі түпкірін аралап жатсың, шетелге шығып жатсың. Үйде әке-шең беріп жатыр ма ақшаны? Жоқ. Өкімет беріп жатыр ма? Бұл сен өкіметтің баласы. Қазір қысқы спорт түрлерінің спортшыларына дәл сондай қолдау көрсетіп жүрсіз ба? Қысқы спорт мен үшін өте қызық болып жүр қазір. Жаңа трамплиннен секіру, шаңғымен жүгіру деген сияқты биатлонымыз бар. Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым, сіздермен бірге Барыстар жобасы. Бүгінгі біздің қонақтарымыз отандық спортқа еңбегі сіңген белгілі спортшылар. Кәсіби спортшының мансабынан кейін қандай жетістіктерге жетуге болады, қандай салаларды бағындыруға болады, осы туралы анығырақ білеміз. Бүгінгі біздің қонақтарымыз грек-рим күресінен әлем чемпионатының күміс жүлдегері, бүгінгі күні Алматы облысы қысқы спорт түрлері мектебінің директоры Қорлан Жақанша. Ауыр атлетикадан Қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпионы, бүгінгі күні Алматы облысы ауыр атлетика федерациясының президенті Жаслан Қыдырбаев. Грек-рим күресінен Азия чемпионы, бүгінгі күні Дала қырандары бірлестігінің бас үйлестірушісі Асхат Ділмұхамедов. Және осы жерде айта кететін жайт, биылдан бастап Асхат пен Жаслан орталық армия спорт клубында қызметке тағайындалды. Ол жерде әр қайсыңыз өз спорт түрлеріңіз бойынша команда басшысыздар, дұрыс па? Иә, дәл өзі солай. Қош келдіңіздер. Негізі көрермендерге де айта кеткен жөн болады деп ойлаймын. Мен журналист ретінде, бұл жігіттер спортшы ретінде, біз бұрыннан бір-бірімізді білеміз. Сіздер кілемде, помоста өнер көрсетіп жүргенде мен сіздер туралы жазып жүретінмін. Сіздердің жеңістеріңізге қуанып, сол туралы халыққа жеткізетін. Бүгін міне осылай әр қайсымыз бір тұлға болып студияда кездесіп отырмыз, өте қуаныштымын. Бұл Барыстар спорт жобасы Алматы облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының бастамасымен ұйымдастырылып жатыр. Сіздер де барлығыңыз Алматы облысының тумасысыздар, солай ма? Иә. Өте қуаныштымын. Осы орайда менде бір осындай бір теория бар. Сіздер сонымен қаншалықты келісесіздер? Алматы облысы сияқты табиғаты шұрайлы, сондай табиғи жағдай ауа райы жағынан күшті жерлерде, мекендерден негізі спорт болсын, өнер жағынан таланттар өте көп шығатын сияқты. Сонымен қаншалықты келісесіздер сіздер? Қалай ойлайсыздар? Әрине, туған жерім болғаннан кейін, Алматы облысынан туып өскеннен бері, сол қанша күреске тай-тай басқан кезден бастап келдік қой спортқа, қанша облыстарға қызықтырды, баруға болатын еді, бірақ өз жерінде туғаннан кейін өз айтады ғой қазақта, кіндік қанын тамған жерде маңдай терін таму керек деп. Солай енді сондай облысымыздың атынан намысын қорғадық. Енді өздеріңіз білесіз, Алматы облысының табиғаты, адамдары, ол бәрі әсер етеді адамға. Мықтылығы, тауда дайындықтар өте спортта жүргеннен кейін, енді осындай биіктерде арнайы бірінші фазамен дайындықтар болады. Әлем чемпионаты үлкен кез келген үлкен жарыстарға сол таудан басталады. 21 күн тауда жүру керек. Соны бекерден бекер емес. Ал сіздердің балалық шақтарыңыз сол тауда өтті, солай ма? Иә, тауда өтті. Біз Алматы облысының Талғар ауданында Тұздыбастау ауылында тұрамыз. Өзім біз жақта білесіздер, тау өте жақын. Сол таудың шаңына аунап, жүгіріп, сол жақта өстік. Мен негізі Алматы қаласының намысын қорғадым, бірақ қазір таңда Алматы облысының спорттың дамуына бір үлесімді қосып жүрмін. Менеджер ретінде, спорт менеджер ретінде үлес қосып жатсыз қазір. Керемет. Жаслан мырза, сіз қай жеріненсіз Алматы облысының? Алматы облысының Нарынқолдамын. Бірақ енді спортшы болып әлемдік деңгейдегі спортқа шыққаннан кейін Қазақстан бойынша жалпы айтамын да. Қазақстанның әр жері, әр табиғаты, әр өңірдің өзіндік бір қасиеті бар. Алматы облысы деп айтамыз, Алматы облысында бір жетіспейтін бір жерлер, мысалы басқа өңірлерде бар да. Сол үшін де Қазақстан бәр жерінде спортшыны мен әрдайым айтатыным, мысалы спортшының ең басты бала кезден алатын жақсы қасиеті ол Қазақстан түпкір-түпкірінде достары болады да. Чемпионаттарға сөйлеп танысады. Сол себепті біздің еліміз әлбетте
туризмға өте қолайлы мемлекеттің бірі ғой. Сол үшін Алматы облысына келетін болсақ, енді тауымызбен өзіміздің жаңағы мақтан аламыз ғой. Соның ішінде жаңағы бала кезден тауға шығып атқа мініп жүргеннен кейін сөйтіп спортта бір үлкен белеске жеткен шығармыз. Күшті. Алматы облысына жететін жер жоқ деп бір мақтанып қойықшы. Иә, келісем 100%. Қорлан мырза, сіз қазір Алматы облысында қысқы спорт түрлерін дамытып жатсыз, сол мектептің директорысыз. Жалпы грек-рим күресінен кейін қысқы спорт түріне ауысуыңыз, осы ауысу сәті қалай өтті сізде? Қиын болған жоқ па? Қысқы спорт түрлерін қазір толық меңгере алдыңыз ба? Өте керемет сұрақ. Көбісі сұрап жүрген сұрақтардың бірі ғой, қойып жүрген. Ең басында осылай назначение алдым. Қысқы спорт мектебінің директоры болдым. Сол кезде көбісі сынға алды. Грек-рим палуаны қалай қысқы спортты басқарады деген сияқты. Негізі спорт деген ол бір ұғым ғой, үлкен. Бір ұғым. Мен практикада шаңғыда қалай тұру керек, қалай жүру керек білмесем де, мен теорияны жақсы білемін. Енді 20 жыл спортқа уақытымыз бөлдік. Жаңағы баланың қашан оқу жаттығуға бару керек, қашан демалу керек, қандай жарыстарға шығу керек деген сияқты. Мен үшін енді ол қиын болған жоқ. Спортшы болған соң, қысқы спорт болсын, жазғы спорт болсын, қазақта айтады ғой, торғай сойса да қасапшы сойсын деп. Әр саланың өз маманы істеген дұрыс деп ойлаймын. Сол үшін мен үшін қиын болған жоқ қысқы спортты. Қазір таңда үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Айтар кетсек, Қытай мемлекетінде Харбин қаласында Азия ойындары болды ғой жақында. Сол жерде бір оқушы, Асет Дүйсенов Асет деген оқушымыз күміс медальға ие болды. Сіздің мектебіңіздің шәкірті? Менің мектебім Талғар ауданының мектебінің, жалпы Алматы облысының намысын қорғап жүрген бала ғой. Сол үлкен жетістік біз үшін, тарихта бірінші медаль. Енді грек-рим күресінде сіздің өзіңіздің бауырыңызға да бағланға, басқа да достарыңызға керемет мотивация беріп, жаңағыдай қолдау көрсеткен сәттеріңіз есімізде. Қазір қысқы спорт түрлерінің спортшыларына дәл сондай қолдау көрсетіп жүрсіз ба? Жарыстарға кетіп бара жатқанда қандай сөз айтасыз оларға? Жарысқа кетіп бара жатқан кезде әрине бір жиналыс болады. Сол жиналыста бәрін демеп, облысымыздың басқармасының адамдарын шақыртып дегенде бәрімен кездестіріп, сөйлестіріп, сонда үлкен бір мотивация әңгіме болады арамызда. Я стараюсь қазір жарыстың бәріне өзім барып жүрмін. Қысқы спорт мен үшін өте қызық болып жүр қазір. Трамплиннен секіру, шаңғымен жүгіру деген сияқты. Биатлонымыз бар. Соның биатлон ішінде қанша бөлінеді екен, біз оны білмедік қой. Биатлонды ғана білеміз, ішінде 5 тармаққа, 7 тармаққа бөлінеді екен. Сол қазір жарыстың бәріне өзім барып жүрмін. Дегенмен сіз бірден спортшы мансабын аяқтап, бірден директор болып кеткен жоқсыз, оның арасында кезеңдерден өттіңіз. 2021 жылы әдіскер болып ең бірінші Алматы облысы Қонаев қаласында жұмыс істедім, спорт мектебінде. Сөйтіп бір немен баспалдақпен көтеріліп, зам директор, әдіскер болып 2 жыл жұмыс істедім, одан зам директор болдым жаңағы. Одан кейін только директор болдық. Яғни тәжірибеңізді арттырдыңыз осы салада. Енді спорттан алыс кеткен жоқпыз. Спорт саласында жүрміз. Спорт дамуына бір үлесімізді қосып жатырмыз қазір таңда Алматы облысының. Жасұлан мырза, сіз спортшы мансабын аяқтағаннан кейін біраз жыл сіз туралы естімедік. Одан кейін Алматы облысының аға бапкері атандыңыз. Жалпы осы қызметке қалай келдіңіз? Жалпы спортшыдан бапкерлікке ауысу сізге қиын болмады ма? Енді бірінші кезде айтып өтсем, спорттан кейінгі өмір өте ауыр дейді. Енді көбі біраз білет бізді спорттан қалай шеттетіліп кеткеніміз. Содан кейінгі кезең бір өте өмірімде бір ауыр кезең болды. Андай бәрін тастап кетем деген, сондай бір шетелге кетем, ештеңке болды, ештеңе керек қызық емес деген қатты бір ондай іште күйіну кездер болды да. Соған қарамастан сол кезде жаңағы енді біраз есікке бардым, біраз директорларға бардым, жұмысқа алыңдар деп. Сол кезде де бір керек емес болып қалғандай сезімдер болды. Соған қарамастан ойладым өзім. Жоқ, енді мен осы кезеңнен бастап бір жерде бір жалынып отырмасын деген сондай ұстаным болды да. Бір ешкімге жалындырмай қойшы, мен жалынбаймын деп. Сондай бір мақсат қойып өзіме тәуекел етіп едім. Өз орын жұмыстар шыға келді. Ол кезде жұмыс бастап, сөйтіп жаңағы
Каркен Ахметов атындағы мектеп интернатында республикалық, сол жерде зам директор болдым. Ол жерде енді үлкен жақсы бір өмірімде қажетті бір білікті бір мамандылық алдым да. Өйткені 2 рет мен Астанаға министерствоға жаңа отчет тапсыруға барған кезде, сол кезде Айша Рахимна мені 2 сутка қинаған кезде, сол кезде ойландым мен, мынау оңай жұмыс емес екен ғой деп. Сонда бюджетті қорғау деген өте қиын екен. Сөйтіп келе ары қаратай басқа да жаңа әдіскер болдым, методист болдым. Одан кейін жаңағы ген директор болдым. Біраз мекемелерде ген директор болдым. Алматыда осы жаңағы аптека бизнесін да жүргізіп көрдім. Өздеріңіз білесіздер, кәсіпте де болдыңыз. Иә, ипподром жаңағы ат спорты дейді. Сол жерде жаңағы 2 жыл ген директор болып отырдым. Ол жерде де ол спорттың да жаңағы бір қыр-сырларын көрдік. Сондай өзім мақсатым сондай болғаннан кейін, қай жерге бір қызық бір жердің тәжірибесін алдым ба, басқа жерге барам, сол жерді көрем. Сондай бір өмірімде қызық кезең болды сол кезде. Жаңағы дисквалификация 8 жыл болды ғой. Сол 8 жылдың ішінде мен тоқтаған жоқ. Қай жерге тиеді, сол жерге бара берем. Саудада істеп көрдім, Алматы облысында үлкен 500 квадраттық жаңағы дүкен ашып, ондай нелер сатқанбыз. Жаңағы ұн сұйық дейміз, оптовая точка дейді ғой, мысалы сондай жерлерде болды да. Ол кезде Аллаға шүкір жаңағы бір обороты бір жақсы болды да, өздерінің. Жақсы сауда істеп, саудада береке бар ғой жалпылама. Керемет кезеңдер болды. Сізге бір күшті өмірлік мектеп болған сияқты, иә? Иә, сол соңғы 10 жылдың ішінде мен жақсы сондай бір өзіме керекті өмірдегі нені алдым да. Соған қарап, ертең мен жаңағы жасым 40-қа келген кезде осыған қарап мен жаңа бір нақты өзім мақсатым бар да, қазір 40 жасында мен не істеймін деген. 40 жасыма дейін менде уақыт бар, 40 жасқа дейін мен осының бәрін қалған көргім келіп жүрген заттың бәрін көру керек. Содан кейін барып сол жаңағы бірақ жан дүниеңіз бәрібір ауыр атлетиканы қалап тұрды ғой, сол жаққа баруды. Иә, әлбетте ауыр атлетика ол деген андай ғой, сүйіп жаңа келген кезде Асхат айтып жатыр ғой, өңкей классиктер деп. Біз жаңағы Талғардан ғой. Иә, Талғардан ғой. Талғарданбыз, және Талғарда жаңа мектепте оқып жүріп, баяғыда сол классикалық спорт күрестен мен қатысып, соған қатысып, жаңағы сол Каркен Ахметовта мектеп интернатқа сол спортқа түсем деген ол мақсат болған ғой. Сөйтіп түсе алмай, жаңағы сол кезде орын болмай, енді бір 10 орынға 60 адам таласып кезде, сондай қиын кездер, орын болмай, ауыр атлетика спортын таңдап, сол ауыр атлетика спортын түсіп кеткенмін. Содан қатты бір жақсы көріп қалған, сүйіп қалған спорттардың бірі, өздеріңіз білесіздер, қазір әр жерде жүрсем де, мен ауыр атлетиканы дәріптеп, ауыр атлетика спортын дамытқым келіп жүреді да. Әр жерде жүрсем, осы ауыр атлетика спортын айтып жүремін. Неге десеңіздер, жалпылама ауыр атлетика спортын бір андай көруге болмайды да, ауыр спорт қылып көруге болмайды да. Бұны әр адам, қазір мысалы кроссфит деп дамып кетті ғой, кроссфит деп кетті. Соған қараған кезде ауыр атлетика спорты өзіндік бір мақсаты бар да. Сен профессионалдық спортсмен болғың келсе, профессионалды, болмаса физикалық тұрда қосқың келсе, физикалық тұрда, қарапайым адамға дене бітімін түзегісі келсе, осанкасын ұстап, жаңа сондай бір несі келсе, сол әртүрлі мақсатта қолдануға болатын спорттың бірі да. Сол үшін де ерекше өзімнің жан тәнімде орын алған спорттың бірі болғаннан кейін, әлбетте мен Алматы облысына осы келген себебім де бірі, өздеріңіз білесіздер, Алматы облысы бөлінді. Жаңағы жаңа Жетісу облысы бөлек болып, жаңа Алматы облысы бөлек болып, Қонаев жаңағы атамыздың атында орталық болып, сол кезде бөлінген кезде енді өзім ерекше бір жақсы сыйлайтын ол Теңізбаев Нұрбақыт ағамыз, ол кісінің спортқа деген көзқарасы, жалпылама спортсмендермен жұмыс істеуі бір ерекше, көп үйренем ол кісіден. Бір жерде болмаса мен көбінесе бір ақыл сұрап, сол кісіге звондап тұратын кездерім болатын да. Сол кісінің бір ауыз сөзі болды. Жасұлан, өзің спортың ғой. Былай айтпесе, мен сол кезде жаңағы ипподромда гендерлеп отқан жерім. Одан кейін мен жаңа осы Есентайдың жоғары жағында бір үлкен комплексқа сол жерге мен гендиректор болып ұсыныс болып жатқан еді да. Менде таңдау болды да, мен қай жаққа кетемін, Әл-Фарабиға ма, жоқ, Қонаевқа ма деген. Сол кезде сонда Нұрбақыт ағамыздың сөзін жерге тастағым келген жоқ. Сөйтіп Алматы облысына алып, Аллаға шүкір, қазіргі таңда сол ашылған кезде бір-ақ зал еді, жаттығу залы. Ол жаңа Қаройдағы Азамат ағайымыздың залы. Енді ол кісі де
өте бір фанат тренер ғой. Содан кейін өзінің үйінің ауласынан Иә, салған зал. салған, иә. Фанат тренерлердің бірі ғой. Енді өзім де ол кісіде істегем. Одан кейін қазір мына Есік, Талғар, жаңағы Бұрындай деген жерлерде залдар ашылып, сосы Алматы облысының спорт басқармасының қолдауымен және де спорт дамыту дирекциясының қолдауы сол кезде бір жақсы әсер беріп, бәрі жаңағы спорттық инфрақұрылымдар алып беріп, сондай поддержка болғаннан кейін жақсы нелер ашылды. Спорт школаларда жаңағы жаттығу залдары ашылды. Қазіргі таңда енді міне Алматы облысында чемпион Мира қызымыз бар. Осы Қазақстан рекордын орнатып жатыр, иә? Қазақстан рекордын Алматы орнатып облысының жатыр. зілтеміршілері. Қазір алдағы таңда осы өзіміз Астанада болатын жастар арасындағы жаңа Азия біріншілігінде 3 спортшымыз қатысады, Құдай қаласа. Сондай енді жалпылама ауыр атлетика спорты қазіргі таңда жақсы қарқын алып келе жатыр. Керемет, біраз өзгерістер болған екен. Асхат мырза, енді сіз спортшы болып, қазір спорттан тыс жерде жұмыс істеп жүрген жалғыз қонағымызсыз. Дала қырандары бірлестігі жайында енді көбісіміз білеміз, дегенмен халық арасында бір сұрақтар туындауы мүмкін. Жалпы ол бірлестік немен айналысады? Сіз нақты не істейсіз? Білеміз, патриот жастарды тәрбиелеп жатсыздар, өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз. Енді қазір өздеріңіз білесіз, мен 36 жасымна дейін күрестім. Жақын арада кетсем спорттан, сол тоже бір қиын жағдайлармен кеттім. Негізі сол кезде Жаусылан бауырымға звондаған, осындай ақылдасып, ондай мен ешқашан андай бетке беттен осындай ситуациямен кездесе алмадым. Сол тоже допингпен шеттелгем, соған қатты андай стресске кетіп қалғам. Соны қалай, өйткені мен білем да, өте мықты доктормен істеген кезде білем да, не ішу керекін, не ішпеу керекін. Даже нафтизин деген бар да бізде, андай, бәрі біледі ғой. Мұрынға тамызатын, ол да білмей істеуге болмайтын. Бәрі білдім да. Спортта сондай нәрселер болғаннан кейін, соны Жасұланға беріп, енді штангада сондай көп нәрселер болады ғой енді, андай, сонымен ақылдасайын деп, сосын Жасұлан бүйтіп қаратты. Оны ештеңке істей алмайсың, былай қоя салшы, бала шағам бар, мен де қиын жағдайларды өттім. Содан кейін мен алдында шетке қарай қойып, бірақ өзімнің енді спортта жүргеннен кейін 30-ға жақындаған кезде енді бәрі айтады, бала шағам бар, жұмыс істеу керек, енді әке-шешеге де бір андай стабильность керек қой, бір жұмысқа тағайындалып, бірақ маған өзімде өмірде осылай тұрамын да, өзім андай өзім алдым, бәрі кез келген адамды алдай аласың, не істей аласың, бірақ өзіңді алдай алмайсың ғой. Сосын өзіме сұрақтар болмау үшін мен спортқа барынша енді өзім әлем сезіндім, әлем чемпионы боламын, олимпиада чемпионы боламын деген жүрдім енді. Реально ситуацияға қарап, әйтпесе баяғыдан кетіп қалатын едім ғой жұмысқа. Сонда Аллаға шүкір 36-ға дейін күрестік, өзімге вопростар болған жоқ, істеген қолдан келгенше істедім. Әйтеуір Азия чемпионы болғаннан кейін халықаралық дәрежеге спортшы шеберіне әйтеуір атағына ие болдық. Қазір енді сыйлы болып жүрміз. Осындай подкастқа Алматы облысының басшылары шақырып жүр. Аллаға шүкір, жаман болған жоқ. Спортна ол негізі тәртіптің арқасы. Енді қазіргі таңда Дала қырандары деген жобасында бас үлестіруші болып қызметте жұмыс істеймін. Және өзіңіз айтқан кезде ЦСКА деген әскери спортқа грек-рим күресінің команда басшысы болып тағайындалдым осы мамыр айынан бастап. Енді өзіңіз білесіз, біздің қазіргі таңдағы туризм және спорт министрінің Ербол Мырзабасынов деген кісі хабарласқан болатын. Осындай спортқа жақсы бүкіл спортсмендердің бәрін жатқа біледі екен ол кісі. Мен ол кісіні танымайды екенмін. Сол өзі ұсынып, бір 3-4 рет өзі Алматыға келіп, сөйтіп танысып, мен ол кісіні қатты танымайтын. Келіп, осындай жоба болып жатыр. Мен қазір спорт комитетке кеттім. Қазір осындай өзіңіз білесіз, қаңтар оқиғадан кейін жастармен тәрбие өткізу керек, жастармен қолға алу керек, осындай салауатты өмір насихаттау керек деп әр мекеме айтады, бірақ ешкім ештеңке жоқ қой. Бәрі жақсы әдемі сөйлейді, бірақ ешкім ештеңкесі жүрмейді. Соны қарадым, полицейский моменттерді қарадым, қалай ол ештеңке ондай жоқ. Ол
жастар қоғамдық бірлестігі. Біз спортшы болғаннан кейін бізді енді кішкентай жастар таниды, енді әйтеуір балуандар таниды, сол жақта келіп олар қатысып, біріншіден бәрі ойлады ол спорт организация деп. Сосын келесіде қазір есірткіге қарсы шыққаннан кейін ол есірткіге қарсы организация деп. Жоқ, ол тез келген жастардың басын біріктіру ғой. Ол біздің Қазақстанымызға өз үйінде ретінде қарау керек. Ол бір баланың үйі сияқты бүкіл жастар бір-бірімен араласу керек. Ол жақта өнер адамдары болсын, спорттағы адамдар болсын, тез келген маманда балалардың адамдардың басын қосу, және бір тәртіптің арқасында осындай үлкен жетістікке жетесің ғой. Тәртіпке бағынбасаң, осындай өзің негізі неше түрлі қиындықтар болады жолда, соны өту білу керек. Ол негізі спорт жақсы. Жастар бізді енді спорт сондай жаман нәрседен, сондай шыңдайды адамды. Шыңдауға, сондай спорт көмектеседі. Сонымен сондай дала қырандарына кішкене үйлестіруші болып, әйтеуір басты мақсат бүкіл жастардың басын қосуы. Негізі қаңтар оқиғадан білесіздер, неше түрлі қазір блогерлар бар да. Мына жерде отырған тұлғалардың негізі оларды күнәламаймын, өйткені нағыз спортсмендерге менеджер керек деп ойлаймын да. Өйткені нағыз спортсмен ол таңертең кешке деген сағат сайын бір тамақтары бар, тренировкалар, олар үлгермейді соцсетке. Қазіргі таңда өз заманына сай, қазір енді подкаст түсіріп жатыр, өздеріңіз шақырып жүрсе, подкастқа түсіріп жатыр, сондай нәрселермен негізі жанындағы менеджерін айналысу керек деп, көмекші болу керек деген сияқты. Өйткені біздің жастарымыз осындай батырлардың артын ілеп, олар үлгі ретінде соларға қарау керек. Сондай мақсатта әйтеуір сол жақта бір жандай өзіміздің орын координатымыз бар, ол жақта Алмат Кебеспаев деген білесіз, енді егемендік алғаннан бері бұл әлемде 5 медаль алған жалғыз спортсмен, олимпиадалық спорт түрінен де ешкім танымайды. Енді жастарын ешкім танымайды, соларға көрсету керек, осындай батырларымыз бар. Қазір енді бұйырса Жамиля Бақбергеннің, по-моему, 4-еу, қазір 5-ші болса, соған әйтеуір тақымын қысып, сол қызға балет жүрміз. Сондай жоба ашылған болатын, сол өзде қуандым сол кезде, осындай жақсы нәрселер болады екен деп. Өзімді кәсіпте жүргем, фирмаларым болып жүргіздім. Маған айтатын, сен Алматыда тұрасың, неге Қарағандыда бардың деп. Мен айтам да, пока жас болған кезде любой жерде жүрген дұрыс. Ол негізі спорт болсын, біз спортта кәсіп болсын, бәр жерде қиыншылықтар өзінің бар, өту керек. Содан спорттан жүргеннен кейін всех денег не заработаешь. Сол үшін өзін қалай көңіліне ұнайды, өзін ұнайтын ісімен айналысса адам, ол сол жерде үлкен андай үлесін қоса алады, ізденеді, оған қызық болғаннан кейін. Сосын бәріне айта кетейін, бәріміз енді айттым ғой, қазақ жақсы сөйлейміз, бірақ қандай жалғыз қалған кезде қиналасың, андай оны ақиқатты айта алмай қаласың. Сол кезде біз көп болсақ, бір ауыздан бір-бірін қолдап жүрсек, сонда іс жүреді. И бәрін анау қорланды түземейтіндей, жасұланды былай істе деп, енді ақылды айтқан дұрыс шығар үлкен ретінде, бірақ түземе өз-өзіңді дұрыстау керек қой. Әр адам өз-өзін дұрыстаса, біз сол кезде мықты ел боламыз. Үлкен жетістікке жетеміз, үлкен жарыстарды ұтамыз, қандай салада болса, үлкен үздік мемлекет боламыз деп сенемін да. Біреуді сынамай, өз-өзіңді дұрыстап жүрсек, сондай. Бірақ дегенмен енді сізді де осындай директорлыққа, аға бапкерлікке шақырған шығар, иә? Сіз өз спортыңызға баруды қалап, сондай қазірдің өзінде соны аңсап, ондай жоқ па? Енді біз бұрын айтатын, Буасар Сатиев деген білесіз ба? 3 дүркін дүниеден озды, иманды болсын. Сол кісі айтатын, спортта жүрген адам, это единственная болезнь, которая неизлечимая деп орысша айтатын. Сол енді біз аурумыз ғой, жақсы жағынан өз спортына, қандай спортта қорлан бауырымыз грек-рим болса, түбі енді спорт болғаннан кейін түсінікті ғой, қандай бір сфера сол кішкене қарайтын, спорт жағынан дамытқысы келіп, білген бөлісіп, қазір түбінде қарайсыз, Жасұланда бауырымыз келіп, өз-өзін неге ол независимый болғысы келді? Ол потому что қазір таныстырып өткіздіңіз, тұңғыш қазақты,
тұңғыш қазақ әлем чемпионы былай қарағанда, иә. Просто әлем чемпионы деп айта салады да, әлем чемпиондары көп қой бізде. Тұңғыш қазақ. Солай бір-бірін сыйлап, солай көрсетіп, бір-бірінде көмектесіп, қазір таңда ЦСКАның базасында бізде физикалық дайындықта Жасланға айтсам, Жаслан көмектеседі маған. Ол жағын оқу мойындау керек. Ол менен жақсы біледі. Қалай штанганы көтеру керек, қалай травма алмау керек деген сияқты да. Яғни спортшы болған адам өмір бойы осы спорт саласының жанашыры болып кетеді ғой. Ол соның бәрін теорияда да, практикада да біледі да. Ол сояқта біздің мемлекетімізге көп үлесін қоса алады, және сүйікті ісі деп содан кейін сояқта жүрген дұрыс шығар. Сол кісілер әйтеуір айналып кәсіпте де жүрді, ада жерде жүрді де, айналып сол жерге келді ғой. Мен ойлаймын да, бұл жерде мына жерге андай енді осы көп қой, мысалы спортсмендер көп қой, енді қандай неде болса спортсмендер көп, бәрі бітіріп, біздің алдыңғы буындағылар көп, мысалы спортшы болған. Бірақ өзінің спортында қандай да бір деңгейге, әлемдік деңгейге жақсы нәтижеге жеткен спортшылар болса, олар басқа салада жүрсе де, бірақ көңіл бөлу керек деген ойдамын да. Жарыс болып жатса, болмаса, қандай да бір осы спортына байланысты сол қалада іс-шара болып жатса, ол міндетті түрде сол жерге келіп, сол жерде көзайым болып жүріп, тым болмаса болашақ спортшылармен сол жерде солардың көз алдындарын жүріп, бұл ескі достарын көріп, сол жерде жаңағы бір әңгіме болып, сол жерде бір қызық оқиғаларды бастарынан кешкен айтып жүрсе, мына осындай живой подкаст та, ол жерде жарыс кезінде қол үзіп қалмау керек қой спортынан. Сол қандай да бір несі бір уақытын тауып, өзінің спортына барып, ол сол спорттың арқасында Алла тағала оның мәртебесін көтеріп берді ма, енді ол қандай да бір өзінің бір еңбегін, өзінің бір лептасын сол жерге барып беріп кетсе, ол енді уақыт табу деген қазіргі таңда өте бір уақыттың тапшылығы ғой. Бірақ бір 2 сағат барып, бір күннің жарты күн барып өзінің спорт үшін бөлуге деген табылады деген ойдамын уақыт. Және мына мәселеге сіздердің көзқарастарыңыз қызық. Қазір біздің спортта жағдай мүлдем басқа, бөлінетін қаражат та бөлек, халықтың тарапынан да бөлінетін көңіл басқа, жалпы әлеуметтік желінің дамуымен спортшылардың әр іс-әрекеті жіті бақылауда деп айтсақ та болады. Сол сіздер жаңағы спортшы тек аренадағы нәтиже үшін ғана емес, өзінің отбасын асырауды да қатар алып жүріп, соны қатар уайымдайтын кезеңнен сіздер, былайша айтқанда, ол рас қой, оны жасыратын еш нәрсесі жоқ. Ол кезде спортшылардың жалақысы енді керемет болды деп айта алмаймыз. Сол кездегі сіздердің жағдайларыңызбен қазіргі жағдайда салыстырғанда, сіздердің ойларыңызша қай кезде спортшыға жетістікке жету оңайырақ, және қай кезде спортшыны қай жағдай жігерлендіреді? Мысалға, қазір халық арасында тоқ спортшы нәтиже көрсете алмайды деген сондай көпшілік арасында пікір бар, Сіздер сонымен келісесіздер ма, немесе спортшы ретінде өздеріңіз көзқарастарыңыз қандай? Ол негізі қате ғой. Тоқ спортшы, ақ спортшы, ол спортшының желаниясы байланысты ғой. Өзінің мақсатына қойған мақсаты жеткісі келсе, осындай ештеңеге қарамайсың ғой. Бәрі андай жеңіл жол іздейді ғой. Бәрі ойлайды, мына жерде біреуді алдайды, біреуді істейді деп. Негізі спорт ол қиын жол, Қиын жол. Бірдеңкеге жету үшін, бірдеңкеге бір мақсат қойдың ба, жету үшін бірдеңкемен жертва ету керексің ғой. Біз енді қанша жыл, 20 жыл қорғанмен бір сборныйда барып, мерекелерге барған жоқпыз, тойларға барған жоқпыз, осындай подкасттарда шыққан жоқпыз, кешке инстаграмда отырған жоқпыз, сондай да, кешке ертерек жатып, семьямды көрген жоқпыз. Онда бәріне жылай бермейсің. Білесің, ұнайтын іс болғаннан кейін, сен біріншіден өз үшін күресесің, оны үлкен жетістік үшін. Сен өзің қолында сезініп жүрсің, мен әлем чемпионатының енді примерно рейтингтарға өзіңді әлем андай топта жүресің ғой, соны қарайсың. Күшін болса, жүресің, күшін болмаса, басқа жақта ойластыру керек қой. Негізі ол әр адамның өзінің желаниясына байланысты негізі. Негізі ең бірінші басты, желанияға байланысты. Дұрыс айтасыз, қазіргі таңда жалпы Алматы облысында спортқа дейін үлкен көңіл бөліп жатыр. Қаражат болсын, қолдап жатыр. Ойлаймын, заманға сай бәрі. Біздің кезімізде Инстаграм деген енді дамып келе жатты ғой. Біз көп активный болған жоқпыз.
Қазір таңда жастарға сондай бір активность керек. Қазіргі жастарға қаражат бөлмесең, я думаю, олар ештеңе істемейді қазір. Жалақы төлемесең, жағдайларын жасамасаң, спорт комплекс инвентарларын бермесең дегендей. Ол заманға сай, бәрі заманға сай болып келе жатыр ғой бізде. Солай дамып келе жатырмыз. Ол өте дұрыс. Айтарыңыз бар ма? Бұл жерде Екі ойлы болып қалды. Дұрыс пайдалану білу Дұрыс керек пайдалану қой. білу керек. Кімде мақсат шынайы олимпиада Жасалған чемпионы жағдайды болса, пайдалана білу керек. Білу керек, иә. енді жаңағы аш бала тоқ бала дейді ғой, жаңа аш бала тоқ баламен ойнамайды деген, ол атам қазақтан келе жатқан мақал ғой. Ол ең бастысы ниетке байланысты ғой. Қазір заманда ойнай береді бір-бірімен. Иә, адам ниетіне байланысты ғой. Шын мәнінде ол жерде әлбетте жаңағы бір жақсы деңгейге шыққаннан кейін спортшы оған внимание көп болып кетеді да. Жан-жақтан жаңағы өздеріңіз секілді журналисттер келеді да, барлық несін сұрай бастайды да, да уже болды, эйфория басталады. Ана спортшы, мен біттім, мен крутой екем деген не басталады да. Сол кезде не болады? Жүрекке ақау түседі да. Ниет өзгереді. Ол осы уақытқа дейін жақсы ниетпен келетқан бала, демеп шықтым деген кезде, жан-жақтан внимание келген кезде, балада ішкі жүректегі түк өзгере бастайды. Ниет түк. Сол кезде басты қиыншылықтар басталады да. Ол менменшілдігі көбейе бастайды, оның өзіне деген сенімі көбейе бастайды. Сол кезде барлық осы уақытқа дейін жинап терген, еңбекпен терген рухани күші жоғалады да. Сол үшін де мына Алматы облысы спорт басқармасының осы бастамасы маған шын мәнінде ерекше ұнап отыр. Бірақ бізді шақырып қоймай, бұдан бетер Алматы облысының чемпионат Қазақстанды ұтқан болсын баласын, осындай деңгейде, облыс ұтқан баласын болсын, осындай деңгейде соған құрмет көрсетіп, алдына суын құйып беріп, сондай мәртебе қылып жіберсе, сол жастан бастап ол үйренеді да. Ертең деп шығасап, Азияны ұтып, әлем кубогын ұтып атқан кезде, ол балаға үйреншікті жағдай болады да. Осындай атмосфера, осындай жаңағы телевидение, өзіңіз секілді жаңа журналист кісілер, оған атмосфера приятный. Ол өйткені бала кезінен жастар арасына шығып жүргенге 18-19 жасынан бастап, ол бұндай сценарийді өткен, ол өзінің отбасы туралы, өзінің әке-шешесі туралы өстіп интервьюда емін-еркін айтып отқаннан кейін жақсы нәтиже жеткен кезде, оған ол өмір оңай болады да. Кіріп, сіңісіп кетуге. Әлбетте заман талабына сай жүру керек, заманның талабы қандай, соған байланысты жүру керек. Осы жақында ғана Нұрғожа Қайпанов чемпион болған кезде келіп, біраз нелер айтты. Сонымен алдында да маған айтты, Нұрғожа, шыға бер, Инстаграмға шыға бер, ұялма, сала бер, бұра бер, баса бер, барынша не керек. Спортсмен бір биік белеске жеткенше ол спортшы. Ол бір Азия чемпионы, әлем чемпионы болып сондай бір деңгейге жеткеннен кейін, бір жеңіс тұғырында көрінгеннен кейін, ол не болады? Ол спортсмен болады, ол объект болады. Ол объект, ол средство. Оны уже не істейді? Ол уже не айтады, сонымен жүру керек. Басқалай болмайды, оны өзін емін-еркін жіберіп қойсаң, ол сөйтіп, мен деген звездам деген неге сіңіп кетеді да. Сол үшін де жаңағы Асхат мырза айтып өткендей, менеджер деген осы кезде керек та. Жетті, топ жарды, оған менеджер керек жанына. Сол менеджер, оның барлық сол жаңағы мына жолдағы кедергі болатын жұмыстарын бәрін сол менеджер атқарып отыру керек. Ол тек қана басын ауыртпай, тек қана жаттығуын істеп жүру керек. Қазір заманына сай енді Инстаграм бәрі дамып жатыр ғой. Істеген нәрсемен де ұялатынбыз, кішкене спортсмендер андай кішкене скромный болады ғой. Кішкене ұялып, шалмай интервьюға или Инстаграмға салмай чемпион боламын, сосын саламын деген сияқты да. Істеген нәрсені ұят емес қазір салып. Нақты істеп жүрсің ба, отырып жүрсің ба? Өйткені мынандай жетістіктерге жету үшін қаншама еңбек, қаншама тер, оның бәрін көрсету керек. Ona ештеңе болмайды деп, ол қайтадан салауатты өмір салтын насихаттау, жастарға дұрыс жол көрсету деген сияқты мақсатында осында отырмыз. Қазір бәрі хайп болып кетті, ештеңе істемейді.
Ұялу көтеріп жібереді мәселесінде- көтере күреседі иә соны көрсетсе ол дұрыс емес та. бірақ осы ұялу мәселесінде мен өз тәжірибемнен байқағаным спорт түріне де байланысты. Мысалға қазір мен боксшылармен жұмыс істеймін. Боксшылар бізде қай жас дәрежесінде болмасын, кел сұхбат жазайық десе, кел Дайын айтамын бәрі. дейді. Не айтып берем, жарыс туралы ма айтып берем, отбасым туралы бола ма айтып берем, қандай түсірілім керек, тренд түсіреміз ба, не түсіреміз, олар не істемейді, ұялмайды, өзінше болмайды, бірақ бір жақсы өзімшілдік жоқ, қарапайым сондай қазақтың балалары әпше деп тұрады мысалы маған. Ал мен бұрын күресте жұмыс істегенде, ол кезде енді бізде Инстаграм мен ТикТок дамымаған, ол кезде бізде ВКонтакте мен телеарналарға түсіреміз. Сол кезде міне мына жігіттер білет, мен балуандардың артынан жүгіріп жүретін, өтінемін сұхбат берші, сені халыққа таныстырайық, сені танымал қылайық деп сөйтіп жалынып жүретін. Ол менің ойымша сол балуандарға тән нәрсе, бізде балуандар өте ұяң келеді. Сол мүмкін батырларға тән не шығар мүмкін. Қазіргі жас балуандар ондай емес шығар. қазір өзіміз келеміз. Егер қазіргі жас балуандар ондай болмаса, мен қуаныштымын. Бірақ кез келген нәрседе бір баланс керек, яғни сұхбат бере білу керек, одан қашпау керек, бірақ ода қатты асыра сілтеп те кетпеу керек, өзім деп. Орынды бәрі дұрыс солай болу керек қой. Енді бұл шығарылымнан менің ойымша жас спортшылар бізді көп көреді. Сіздерден, аға буыннан оларға қандай тілек айтасыздар? Қандай бір осы спортта жүргенде осындай жағынан мықты болыңдар деген сияқты өздеріңіздің қандай сөз айтатындарыңызды күтетін сияқты. Сол үшін өз тәжірибелеріңізге сүйене отырып, жас спортшыларға не айтар едіңіз? Мысалы, көп спортшы емес, бір спортшыға ғана көзбе-көз кездесіп айтатын болсаңыз, не айтар едіңіз, Қорлан мырза? Ағаларым айтсыншы. Негізі тәртіптің арқасында ғой үлкен жетістікке жететінді. Сол тәртіп болу керек. Жаңа спортта жүргеннен кейін әр адам айтады ғой, травма алған кезде ешкімге керек емес боласың, әке-шешеңе ғана керек боласың, жарыс ұтылып қалған кезде мынандай боласың деп. Ол негізі қате. Ол адам ниетіне байланысты. Үлкен жетістікке жетем десең де қайтып қанша травмадан кетіп жоқшылық болған кезде, баршылық болғанда бір қалыпты ұстанып, негізі мақсатын қою керек, оған сену керек және режим ұстау керек. Күшті. Жас буынды спортшыларға ең бір айтатыным, енді таңдаған спорт болғаннан кейін, өз таңдап өз еркімен келгеннен кейін, соның бір түбіне баратын жолды тауып, соған аянбай еңбек ету керек қой. Ол жерде бастадың ба, сол істі аяғына дейін аяқта да. Аяқтап, соған дейін шыңына жетіп, өзіңді мықты екенін дәлелде. Жолдағы кедергілерге мән бермеу керек. Өйткені спортшының өмірінде көп кедергі болады. Ондайға мән бермеу керек. Тек қана басты қойған мақсатының Олимпиада ма, әлем ба, Азия ма, Қазақстан ба, қайсы жарыс ұтамын дедің, сол жарысқа нақты мақсатыңды қойдың ба, соған жет. Соған еңбек етсін, тер төгсін. Өте дұрыс айтады, әрине қосыламын. Қандай спорт түрде болмаса бір спорт таңдадың ба, соңына дейін жету керек. Ол деген сенің характерің, өз жігерің мықты болады. Жалпы бір жетістікке жетпесең де өмірде өз орнын табасың. Енді біз басшы болып келіп отырмын ғой. Мемлекет тарапынан, басшылар тарапынан үлкен қолдау әрине бізде болады. Көмектесеміз, қолдаймыз. Жалпы спортпен айналысыңыздар. Және спортшы ретінде шыңдалған қабілеттеріңіз осы басшылық қызметте де көмектесіп жатыр ма? Иә, әрине көмектесіп жатыр. Түсінікті. Сіздер барлықтарыңыз негізі ауыр спорт түрімен айналыстыңыздар, яғни ол өте жарақат алу пайызы жоғары ауыр спорт түрлері болып саналады. Және қазіргі уақытта барлықтарыңыз әкесіздер, қыз, ұл тәрбиелеп жатсыздар. Жалпы өз балаларыңызға қатысты кәсіпқой спортпен өмірлерін байланыстыруына не айтасыздар? Ол жағынан қазірдің өзінде мүмкін айтып жатқандар бар шығар, айналысам, қандай спорт түрімен айналысам. Ол егер сіздің жолыңызды қуам десе, қолдайсыздар ма? Үйде 2 ұл бар, апасы мен атасының баласы. Оларда міндетті түрде грек-рим күресіне беремін. Өзіңіз шешіп қойдыңыз солай? Міндетті түрде беремін. Алып кетсе алып кетеді. Таңдау өздерінде. Мүмкін басқа спорт таңдайтын шығар. Бірақ ең бастысы грек-рим күресінен бастайды. База ретінде грек-рим күресінен бастайды.
Ал оған дейін ол енді 10-11 жастан ғой, иә? Қазір енді плаванияға барып жүр. Қазірдің өзінде Иә, барып жүр. қазірдің өзінде, иә, үлкені. Тиіп қашып күреске апарып қоямын, залымызды қазірден бастап атмосферасын көре берсін, үйренсін деп. Енді өсе келе таңдайды ғой өздері. Жасұлан мырза, босқа бересің ба? Ауырақ етке бересің ба? Сіздің келіншегіңіз боксшы, иә? Келіншегім боксшы. Үйде талас дейсіз ғой, бокспен ауыртпайды. Мен енді қызым өсіп қалды ғой, 12 жаста ғой, қызым бастан бастап кішкене ана спортқа барам, мына спортқа барам деп өз нетіп жүрді да. Боксқа да барды. Келіншегім тренер болып бастағаннан кейін боксқа барып бастады. Сөйтіп бокста біраз жүргеннен кейін мен өзім айттым, қызым, басқа спортқа баршы дедім. Мен қандай спортқа бізде жоқ қой басқа спорт дедім. Мен айттым, енді білмеймін, қаяққа қандай спортқа барғың келіп жүр. Сөйтіп бір күні өзі келді, бокстан шығып кел дейді. Шығып келіп, джиу-джитсуға баратын болды папа. Сосын жарайды, джиу-джитсуға барсам бар. Сосын джиу-джитсуға қатысып жүр. Қазір енді бірақ енді баламен артында екеуі болу әлі кішкентай. Өсе келе өздері таңдайтын шығар енді. Ол бір қатты бір неткім келмейді, мына спортқа қатысасың деген. Бірақ менің ойым андай ғой. Ол әкеге қарап өседі, ата-анаға қарап өседі дейді ғой бала. Біз не істеп жүрміз, соны қарап олар да істегісі келеді. Сол үшін міндет бір келетін шығар, спортқа келетін шығар олар, штангаға ма, боксқа ма әйтеуір. Ондай талап қоймайсыз, өз таңдауына қарай. Иә, өз таңдаулары көреміз. Асхат. Біз енді бәріміз ауылдан шыққан балаларымыз, біздің ағамыз, көкеміз деген өз күшімен әке-шешенің тәрбиенің арқасында осындай деңгейге жетіп жүрміз. Енді біріншіден алладан, екіншіден спорттан деп ойлаймын. Осындай министр спортта байқаған кезде сол спорттың арқасы ғой. Былай спортта айналыспасаң, қандай да деңгейде күрессең, қай спортқа барсаң да, негізі спортпен тек қана қарым-қатынасың, достарың көп болады спортта. Спорт тек қана жалпы көмектеседі. Енді ауыр, жеңіл деп әр спортта айтуға болмайды. Енді бәр жерде ауыр нәрселер бар, қиын нәрселер бар. Оның бәрін негізі адамды айтып отырмын, тәрбиелейді. Сол үшін әрине міндетті түрде өз спортын қолдамасаң, өз жерін қолдамасаң, кім қолдайды? Бір-бірімізді қолдамасақ кім қолдайды? Сол үшін әр адам өз спортынды әйтеуір қолдап, қолдан келгенше енді білетін жерге берген дұрыс шығар. Өзім бапкерім айтқан, қанша кувшинға тері төгесің, қанша жинайсың, сонша төгесің дейді. О да көп емес, аз емес. Сол үшін әр жерде еңбек ету керек, тер төгу керек, үлкен жетістікке жетесіңдер. Бала тәрбиесінде де дәл солай, иә. Енді бала туралы айтып жатырмыз ғой. Қазір ауылдағы адам саны азайып жатыр, иә. Бірақ Қазақстан чемпионаттарына қарап отырсақ, қай спорт түрлерінде де ауылда туып өскен балалар бәрібір бір бас жоғары тұрады. Өйткені олар жаңа қара жұмыс жасайды, таза ауада тұрады, таза тамақ жейді дегендей. Бірақ дегенмен қазір қала тұрғындары көбейіп жатыр күн санап. Оларды жаңа біреулер асфальтта өскен балалар деп айтады, ақсаусақ деп жатады біреулер. Олардан нағыз спортшы шықпайды деп жатады біреулер. Сол туралы не ойлайсыз? Жалпы осы қалаға көшу тенденциясы біздің спортымызға кері әсерін тигізуі мүмкін ба? Адамға байланысты шығар. Қалада да болады, иә, чемпиондарды тәрбиелеуге. Қазір қала сол мен туып өскен ауылымызға жақында қалды, уже қала болып қалды. Ауылдың жігіттерімен жүрсең, сен қаланыкісің деп айтатын. Бұрын ба? Иә. Қазір ондай жоқ. Қаланың жігіттерімен жүрсең, сен ауылдыкісің деп айтады. Әйтеуір сондай да, ондайға қатысты емес негізі. Бұл жерде мен былай айтатын едім. Жаңағы спорт интернаттар ғой. Спорт интернаттар сол жерге келіп түсетін балалар көбінесе ауылдан келген балалар ғой. Жататын жерімен, несімен. Бұл жерде ауылдың баласы деп емес, спорт интернаттың баласы деп айтуға болады. Сөйтіп бөлсе болады да. Спорт интернатта оқыған бала деп. Неге десеңіздер, ең бірінші жасөспірім мен жастарға не керек? Күн тәртібі керек, режим. Сол кезде олар результат болады. Ол қайнап тұрған жасында өзінің искусственный жаңағы гормон ростасы жақсы өсіп кеткен бала, оған лишний көшеге шығып, лишний қаңғыру деген болмайды да. Сол кезде ол жаңа барлық күшін бәрін спортқа салатын болса, сол кезде оның спорттық деңгейі жақсы, дене бітімі, пісімі, бұлшықеттерінің жаңа қалыптасуы жақсы өседі да. Соны беретін сол интернат, сол жерде режимі бар.
уақытылы тамағы бар, жаңағы екі мезгіл жаңағы жаттығу бар, сабағы да сол жерде. Сол үшін сол интернаттың балалары сөйтіп озып шығады деген мен сондай ұстанымдамын. Кәсіпқой спортшы боламын деген бала интернатқа түсуге тырысу керек, барын салу керек. Барын салып, сол спорт интернаттардың деңгейін көтеру керек. Сол жердегі условиялардың бір деңгейі көтерілсе, өйткені оған мен әрдайым айтам, өзім оқушыларыма да мысалы залда айтам. Сендер өкіметтің баласысыңдар. Өкіметтің баласысың, сен өкімет бағып қағып жатыр, киіміңді беріп жатыр, тамағыңды беріп жатыр, жарысыңа жіберіп жатыр, Қазақстанның бәрі түпкірін аралап жатсың, шетелге шығып жатсың. Үйде әке-шешең беріп жатыр ма ақшаны? Жоқ. Өкімет беріп жатыр ма? Бол, сен өкіметтің баласысың. Сен өкіметтің баласы, өкімет сен бағып қаққаннан сен ертең өкіметке бір тіл тизеуге қақың жоқ деймін да. Сол үшін де барынша отаныңды сүй, отаным үшін отқа түс. Не істейсің? Күймейсің, міндетті түрде чемпион боласың, ішкі ниетің дұрыс болса. Яғни кішкентайынан парыз ретінде қарау керек. Өйткені енді онда не үшін өкімет бағып жатыр ол балаларды? Не үшін ол балаларға қазір сонша қаражат құйып, оларға нетіп жатыр, егер де ол бала отаншылдық, ол балада отаншылдық деген іште бір сезім болмаса, онда шығарып тастаса, ол баланы не істейміз? Расымен де өте актуал мәселе. Мысалға бізде бір кәсіпкерлер бір көлік сондай сыйлап жатқанда барлығы жаңағы мақтанып жазып жатады. Ал шындығына келгенде бір спортшыны жасөспірім шағынан осы олимпиада медаліне дейін жеткізетін үкіметтің қолдауы. Әлбетте. Киіндіріп, қағындырып, бүткіл несін беріп жатқан үкімет емес пе? Мысалы басқа мемлекетте мысалы жаңағы алыңыздар, көптеген мемлекеттер мысалы дамып кеткен, ойбай деп Америка деп қызғанымыз ба? Америка қарамайды баласына. Америка не істеген? Клубный системаны ашып тастаған. Клубный система. Баласы клубқа барады, өз еркімен, қалауымен, өз қалауымен ол олимпиада медалін деп өз қалауымен. Оған өкімет талап қоймайды, өкімет оған айлық та бермейді оған. Өздері демеуші дейді Америкада. Өздерінің қалауымен сөйтіп шығады да. Сол үшін де қазіргі таңдағы ұрпақтарға, қазіргі таңдағы болашақтарға сол патриоттық, отансүйгіштікті сол бағытта көбірек бір бапкерлердің тарапынан сондай жұмыс болу керек та. Отаным, жерім дейтін. Неге дейсіздер ме? Өйткені қараңызшы, қазір бүткіл дүние жүзінде қанша анаумен соғысып жатыр, мынаумен қырылысып жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр дейді мысалы. Қазір енді ұрпағымызға сол отанның бір бізге беріп жатқан жақсылығын біз қазір ұрпаққа жеткізіп, соны миларына құйып салсақ, қазірден бастап, әлбетте ертең болашақ ұрпағымыз ұлт-ұлтқа бөлініп, ру-руға бөлініп жүрмейтін ұрпақтардың қатарынан болады да. Отандық ұрпақтар болады да. Сол үшін де Алла қаласа енді әлбетте болашақта сондайға сенеміз. Біз енді барынша өзіміздің спортшыларға сондай рухани тәрбие беріп отырмыз әрдайым. Мен де осы жерде айта кетейін, Жасұлан мырза өте дұрыс айтып жатыр. Қазіргі таңда қай ауылға бармасақ, мен өзіміздің Алматы облысынан айтып отырмын. Қай ауылға, мекенге бармасақ, әрбір ауылда спорт кешені бар қазір. Әрбір ауылда. Соны енді мемлекеттің тарапынан бөлініп жатыр ғой. Бізге деген жаңағы жас балаларымызды қолдау, ауылдағы спортты қолдау деп. Қай ауылға бармасақ, үлкен, керемет, зәулім спорт кешені бар. Әрбір ауылда. Ойлаймын, содан кейін чемпиондардың көбісі қазір ауылдан деп айтады ғой. Енді ауылдан чемпиондарымыз көп шығып жатыр қазір таңда. Кеше боксер қызымыз келгендегі, Азия чемпионы болды. Толғанай қасып. Мысалы, қарапайым ауылдан шыққан, ол ауылда қазір барсаң келгенде бір емес бірнеше спорт кешені бар. Ауыл балалардың жаңағы бүлдіршіндер, жастар бәрі спортпен айналысып жатыр. Оны қолдап отқан кім? Оны жасап отқан мемлекет. Мемлекеттің тарапынан осынысы бюджет бөлініп жатыр, ауылдарға салынып жатыр. Керемет спорт кешендері. Енді патриоттық рух болса, яғни нәтиже күшті болады, Нәтиже әрине. Күшті. Біз енді спортта біраз жүргеннен кейін енді ойланасың ғой, стажымыз қалай жүріп жатыр, не болып жатыр, онда Динамо деген общество бар, сосын армия орталық спорт клубы бар. Біз сол жақта міндетті түрде солдат ретінде тіркеліп тұрық. Ол жақта да қолдау көрсетіп, айтыр Алматыда үйім болмаса, квартираны деп төлеп қолдап жатыр да. Спорттан кейін менде контрактым қалды. Соны қазір контрактын жұмысын істеп жүрмін. Қазір контракт осы биылдың аяғына дейін менде ойлануға әлі уақыт бар да. Осы
жақта дамиды ба және спорт жағынан бір бірін кедергі жасамайды, тек қана дополнять етеді. И биылдан бастап әскери біздің төрағамыздың қолдауымен Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп бар ғой, соны колледж ретінде ашып жатыр. Ол жерде барып қарадық, кәдімгі спорт зал жасалып жатыр. Интернатқа түсе алмаған балалар спорт мектебіне түсе алатын, сол жаққа оқып, негізі өз-өзінде 3 жылда ол шыққаннан кейін өзінің жүргізу куәлігін алады, военный билетін алады, жататын жері тегін, тамағы тегін, спорт залы бар, бассейні бар, жақсы спортта нәтиже көрсетіп жатса, спорт жағынан жүре береді. Уже біздің көмек бар дейсіз ғой, жүре береді. армия орталық спорт клубында уже біз қолдап, өз-өзіне тартып, контрактқа деген сияқты орындар қарап, іздестіріп, сондай енді андай смена поколений болады ғой, сондай ары қарай біздің сол жақта контракт болғаннан кейін ары қарай өседі, директор мектеп болады, солай сияқты жастар келеді, сондай бір-бірімен жүйелі жұмыс болу керек та. Қайтадан ол неге оны айтқым келді, ол тағы да біздің ауылдағы жүрген бауырларымызға орындар ғой, өзіміз спортқа деген сияқты қолдау ғой, былай қарағанда. Жалпы қолдау өте керемет мемлекет тарапынан. Бүгін Нәжиған өзіңізді көрген өте қуаныштымын. Еліміздің спорты дами берсін, еліміздің барыстары дами берсін. Тек қана күрес емес, барыс мінезді рухты ұрпақтарымыз дами берсін, оның ішінде Алматы облысының спортшылары дамысын. Жалпылама осындай подкасттарда кездесіп жүре берейік. Әсеке, ел Алла тағала осы спорттың арқасында бізді абыройымызды көтеріп қойды осындай подкасттарға келуге. Арғатайда артымыздан еретін, артымыздан өзіміз секілді өзімізге ұқсайтын жас буындылар көбейіп жүре берсін. Өте дұрыс жоба, жастарға үлкен үлгі болатындай, айтыр Аллаға шүкір, осында отырмыз. Енді бәрі осы подкасттың мәні де, сәні де сол жастарымыз үшін ғой. Сол шынайы, дұрыс алан, дұрыс бағытта бір-бірімізге қолдап, бірге болайық, үлкен белестерді бағындырайық. Тағы бір айта кететін жайт, жақсы жаңалығым бар. Осы жақында Шыңғыс Акбаров деген шәкіртіміз, Талғар ауданының спорт мекеменің спортшысы, жақында 2026 Италия мемлекетіне болатын олимпиадаға соған жолдама ұтып алды. Енді алдымызда тағы бір жоспарлар бар, тағы бір 2 лицензия ұтсақ екен деп отырмыз соған. Біздің мектебімізде тіркелген жаңа. Бұл біздің қазір мен қызмет етіп жатқан мектептен шыққан тұңғыш лицензия ғой. Жалпы қысқы спорт жақсы дамып жатыр, қарқынмен жұмыс істеп жатырмыз. Ең біріншіден Алматы облысының әкімшілігіне және спорт басқармасына үлкен алғысымды айтамын. Ең бірінші мақсатымыз сол жастарды тәрбиелеу, спорт саласында үлкен жетістікке жету. Алматы облысының чемпиондары көп бола берсін, үлкен деңгейде, үлкен дәрежедегі жаңа олимпиада, әлем чемпиондары шыға берсін деп тілегім келеді. Рахмет. Барыстар спорт подкастының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Арнамызға жазылып, қолдау білдіріңіздер. Сау болыңыздар.